Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі жұп-жұмсақ самса жасайтын боламыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырашаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші біз бір жұмыртқаның үстіне тұз және сода саламыз. Мен екеуін бір ыдысқа біріктіріп алдым. Қаймақ қосамыз. Және де ерітілген сары майды құйып араластырамыз. Мінекей достар, мен араластырып алдым. Енді оның үстінен ұн қоса отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Осыны шет-шеттен қосып отырамыз. Мінекей достар, бізде осындай әдемі жұп-жұмсақ қамыр шықты. Енді біз оның салмасын дайындаймыз. Ең бірінші біз фарштың үстіне пияз қосамыз. Пиязды осындай майда қылып турап алу керек. Сосын тұз қосамыз үстіне. Енді бұрыш қосамыз. Енді араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді біз қамырымызды майда-майда бөлшектерге бөліп аламыз. Достар, міне мен осындай майда-майда бөлшектерге бөліп алдым. Енді біз қамырларымызды жұқа қылып жайып, ішіне салмасын салып, самсаларымыз жасай беретін боламыз. Сонымен достар, мен барлық самсаларды түйіп, осындай противенға жайғастырып алдым. Енді оның үстінен жұмыртқа жағатын боламыз. Енді өз қалауыңызша кунжут немесе мак себеміз. Достар, айтпақшыдай, мен противеннің астын майлаған жоқпын, себебі біздің қамыр песочный және де асты жабыспайды. Енді біз самсаларымызды қызып тұрған пеште 200 градуста 35-40 минут пісіретін боламыз.